Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай кастрюлемізді тап-таза етіп, аз уақыт ішінде тазалайтын боламыз. Осы әдіспен тазалау үшін ешқандай химикаттың қажеті жоқ. Осындай тап-таза болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай үлкен ыдысымызға су құятын боламыз. Суымыз қайнап тұруы қажет. Менде 5 литрдай су. Одан соң ас содасынан 5 ас қасық толтырып саламыз. Егерде суыңыз көп болса, одан да көп салуыңыз қажет. Ендігі кезекте кез келген кір жуғыш ұнтағынан осылай 5 ас қасық толтырып салатын боламыз. Одан соң сұйық майды да 4 ас қасық толтырып құйыңыздар. Енді осындай бүтін кір сабынымыздың жартысын, яғни 100 грамдай турап осылай қосатын боламыз. Бәрін қосып болған соң суымыз қатты қайнауы қажет. Мінекей тазалайтын кастрюлеміз осындай болып кеткен. Майы қатып. Осы әдіспен тазаламас бұрын осылай темір қырғышпен де қырып көрдім, ешқандай нәтиже бермеді. Мінекей суымыз толық қайнады, енді ыдысымызды салатын боламыз. Ыдысымыз толық бату қажет. Енді газымыздың астын қайырып, баяу отта жарты сағат қайнатып алыңыздар. Енді кастрюлемізді көретін боламыз. Осылай пышақпен қырғанда өте оңай кетіп жатыр. Осы әдіспен тазалағанда ыстықтай күйінде пышақпен немесе қырғышпен осылай тазалап алыңыздар. Суып қалса қайтадан қатып қалатын болады. Осылай майлықпен де тазаласаңыз болады. Оп-оңай кетеді. Артық күш салудың қажеті жоқ. Мінекей аз уақыт ішінде ыдыстарым тап-таза жылтырап шықты. Ешқандай химикатсыз артық күш салудың қажеті жоқ. Осындай ыдыстарымыз жылтырап шығатын болады. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.